Сәлем достар. Біздің бүгінгі әңгімеміз Әлихан Бөкейхан туралы болмақшы. Әлихан Бөкейханов кім? Әрине, ол туралы барлық мағлұматтар бір күндік видеоға сыймайды. Сондықтан Әлихан Бөкейханның өзі төрағалық етіп жасаған қазақтар петициясы туралы айтатын боламын. Сіздер қазір көріп отырған суреттегі қорым 20 ғасырдың алғашқы жартысында жаппай қуғын сүргінге ұшырап, тарыдай шашырап кеткен Бөкейхан әулетінің қорымы. Осы өңірдегі айрықша тарихи мәдени ескерткіш. Мұнда Әлихан Бөкейханның әкесі Нұрмұхамед, атасы Мырзатай, анасы Бегімай, туған бауырлары Әзіхан, Тәтіхан, Смахан және жалғыз қарындасы Нұрбек жерленген. Биік дуалмен қоршалған қорым ішінде осы әулетке қарайтын өзге де адамдардың бейіті бар. Бірақ аты жөні жазылмаған. Әлихан Бөкейханның әке-шешесінің қабірі шетке қарай оқшау жатыр. Дәл соның түбінде ағаш өсіп тұр. Ол ағашта Әлихан Бөкейханның өзі отырғызған. Әкесі қайтыс болғанда жете алмай, кейіннен келіп осы ағашты отырғызған екен. Ағаштың көшетін омбы жақтан әкелген деседі. Бұл өңірде мұндай ағаш жоқ. Бұл ағаш Әлихан Бөкейханның өз қолынан қалған көрнекті тарихи белгі ретінде де құнды. Қорымның Талдыбейіт атанғаны да осы талға байланысты болса керек. Әлихан Бөкейхан қарапайым өмір сүрді. Ол тұтқынға алынып, 1937 жылы атылып кеткенде, қызы Елизавета мен немересі Ескендірге Мәскеудің коммуналдық пәтерінен бір бөлмемен кітаптар, фотоальбом, бірқатар қолжазбалары, сондай-ақ қазір Алматыда өмір сүретін немере туысының қолында сақтаулы тұрған насыбай шақша ғана қалған екен. Ол көріп келме. Алаш партиясының көсемі, қазақтың асыл азаматтарының бірі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның өмірі мен қызметі туралы деректермен таныса отырып, осындай пендешілік сауалдар санамда жылт ете қалғаны бар емес пе? Себеп, 20 ғасырда көтерілген осы мәселе әлі күнге біздің қазіргі жаңа Қазақстанның алдында тұрған жоқ па? Сол кезде орындалмаған есіл ерлердің арманы аяқасты болып қалмады ма? Тәуелсіздігіміздің тұғырын бекіткен жаңа Қазақстанның жаңа депутаттары қалай ант берді? Менікі өзінікі деп шүлдірлеген шенеуніктер. Тіпті осылар Әлихан сияқты 9 тіл білсе, қазақшаны мүлдем ұмытып кететін сияқты. Тек қарапайым әлсізді ғана соттайтын соттарымыз, қарындастың ары, әлсіздің құқығы тапталғанға қарап отыра беретін қоғамымыз, жігерсіз жігіттеріміз. Сайлаудағы келеңсіздіктер. Хиджаб киген, түрлі секталардың құрбаны болған жастарымызды көргенде, алаш үшін шырылдап жанын қиған Әлихан, Тұрар, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, тағы да басқа осы сияқты есіл ерлеріміздің босқа өлгеніме деген ой жүрек мұздатады емес пе? Менің бұлай ойлауыма себеп болған мына мәліметтер еді. 20 ғасырдың бас кезінде қазақтар арасында петициялық қозғалыс елеулі түрде етек алды. Қазақ халқы өзінің өмірлік маңызы бар шұғыл проблемаларын петициялар жолдау арқылы шешуге тырысып көрді. Петицияда сайлау жүйесі, сот ісі, қазақ тілі, діни мәселелер, жер мәселелері туралы талаптарын білдірген. Жоғары билік органдарына жолданған петицияларда болыстарды, ауыл старшындарын және олардың хатшыларын тек сауатты қазақтардан ғана тағайындау ұсынылды.
Бұл қызметтеріне кірісер кезде олардың бәрі де ант қабылдап, ешқашан қызмет бабын пайдаланып, халыққа қиянат жасамауға уәде етуге тиісті болды. Сайлау науқаны кезінде мүдделі топтардың арасындағы күрес пен алауыздықты болдырмау мақсатымен де кейбір шаралар ұсынылды. Біріншіден, шектен тыс әділетсіздігі немесе өзіне қолайлы белгілі бір кандидаттың сайлануына мүдделі екені белгілі болған әкімшілік өкілдері қызметінен аластатылуы тиіс делінді. Яғни, өзіміз Абай жолы романында оқып танысқанымыздай, оязбен кім жақын, сол адамның ысташын болыс болу сияқты әділетсіздікті тоқтату үшін жасалған талап еді. Екіншіден, әкімшіліктің ондай аластатылған өкілдері уездің мүлде өзге болыстарынан шақырылған адамдармен алмастырылуы тиіс болды. Үшіншіден, өздерінің жағымсыз қылықтары әшкерленген адамдарды жаңа сайлауға жібермеу талап етілді. Сондай-ақ қазақ халқы өкілдерінің Ресей империясының заң шығаруы ең жоғарғы органы мемлекеттік думаға сайлануы да талап етіп қойылды. Әлихан Бөкейхан кейінірек сырттан таңылған жат заңдармен емес, қазақ халқының салт дәстүрі мен ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін жосын жоралғылар бойынша үкім шығаратын қазақтың байырғы билер сотын қалпына келтіруді ұсынды. Бұл ретте мысал ретінде Англиядағы сот билігін алға тартты. Ол үшін билер мен билердің сот билігін әкімшілік билікке тәуелсіз ету қажет деп санады. Қазақтар дала тұрғындарын сот, тергеусіз әкімшілік жолмен жер аудару ісіне наразылық білдірді. Дала генерал-губернаторы қазақтарды кез келген болмашы мәселе бойынша да жер аударып жіберуге құқықты еді. Неке және отбасы мәселелерін әскери губернатор мен уез бастықтарының қарауынан алып, бітістіруші судья құзырына беру талап етілді. Кісі өлімі болған жағдайда айыпты адамның жазаға тартылуымен қатар, қазақтардың дәстүрлі құқық заңы бойынша құн төлетуге өтініш білдірілді. Округтық соттың жанында міндетті түрде ақылдастар алқасы болуы тиіс деп атап көрсетілді. Сондай-ақ айыпталушының міндетті түрде қорғаушысы болуы, билер сотының жергілікті отаршылдық билік орындарына емес, әділет министрлігінің қарамағына өтуі талап етілді. Әлихан Бөкейхан бұл талаптарды Петербургтың «Сын Отечества» газеті мен Омбының «Иртыш» газетінде жариялап, оларды өзі редакциялап шықты. Қазақтардың петициясының 4-ші тармағында қазақ отырған жерлердің қазақтың меншігі болып саналатын патша үкіметінің мойындауды талап еткен. Әлихан Бөкейхан жерсіз мемлекет болмайды деген ұстанымда болды. Қазақ жерін сақтап қалу және Ресейдің қазақ жеріне орыс шаруаларын орналастыруына жол бермеу мақсатындағы қажырлы күресті ол Санкт-Петербургтегі оқуынан Омбыға оралысымен бастап кетті. 20 ғасырдың бас кезінде жер мәселесі одан әрі шиеленісе түсті. Сондықтан да петицияларда бұл мәселеге ерекше зор көңіл бөлінді. Шекара шебіндегі ені 10 шақырымдық алқаптың және соңғы 20 жыл ішінде тартып алынған жерлердің өзінің бұрынғы заңды иелеріне қайтарып берілуі талап етілді. Ал қазақтардың бұған дейін көшіп қонып жүрген аумақтарындағы басы артық жерлер Кавказ бен Ресейден қоныс аударып келетін мұсылмандарға ғана берілуге ұсынылды. Қыстаулар мен жазғы жайлаулар өздерінің бұрынғы иелерінің қарауында қала беруі тиіс деп көрсетілді. Петицияларда қазақтардың орман байлығын еркін пайдалану құқығына байланысты талаптар да қойылды. Сондай-ақ қазақтарға олардың көші-қон аймағындағы тұзды және балық өсетін көлдерді қайтарып беру жөніндегі өтініштерді айтылды. Қазақ халқы петицияда қазақ балалары білім алатын барша бастауыш мектептерге ана тілімен жазуын енгізуді, қазақ тілінде газет шығарып,
іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге талап етілді. Петицияларда мектеп қабырғасында ислам діні негіздерінің міндетті түрде оқытылуы, орысша сауат ашуды, содан кейін қолға алу талабы қойылды. Петицияда мектептерде христиан дінін оқытуға үзілді-кесілді қарсылық білдірілді. Қазақ халқына бастық болғысы келгендердің қазақ тілін білуі тиіс екендігі атап көрсетілді. Петицияда іс-қағаздарын қазақ тілінде жүргізу талап етілді. Қазақтар өздерінің діни істеріне басшылық етуді орынбор діни басқармасының қарамағына беруді талап етті. Сондай-ақ қазақтар мешіттер мен медреселер салынуына еркіндік берілуін, діни әдебиеттер басып шығару үшін баспаханалар ашылуын өтініш ретінде ұсынды. Меккеге қажылыққа емін-еркін барып келуді, қазақ ауылдарына христиан дінін таратушы миссионерлердің баруына тыйым салуды талап етті. Жасы кәмелетке жетпеген қазақ жастарының басқа дінді қабылдауына тыйым салу талабы да қойылды. Петицияларда әр болыста діни алым-салықтарды жинайтын арнаулы адамдардың болуы, түскен мал мен қаржыны кедей отбасынан шыққан шәкірттердің оқуына жұмсау көзделді. Отаршыл өкімет билігінің атына жолданған ірі көлемді әрі мазмұнды петициялардың бірі Қарқаралы петициясы болды. 1905 жылдың маусымында Қарқаралы қаласына жақын жердегі Қоянды жәрмеңкесінде қазақ халқының атынан император 2 Николайға арналған петиция ұйымдастырылды. Бұл петицияны жазуға белгілі саяси қайраткерлер Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жақыпбек Ақбаев, Нұркенов тағы басқалары белсене атсалысты. Әлихан Бөкейхан 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласында кеңінен қанат жайған ұлт азаттық алаш қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі, Алашорда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы болды. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келді. Бұл кез отаршылдық саясат салдарынан қазақ халқы ғасырлар бойғы қалыптасқан көшпенділердің дәстүрлі рулық қауымдық қатынастарынан, жерінен де, оны пайдалану құқынан да ажырай бастаған. Көшпенділердің байырғы құндылықтары шеттетіліп, жаңасы қалыптаса қоймаған алмағайып кезеді. Алаш қозғалысы жетекшісінің іс-қимылы мен рөліне қазақтың қазіргі заманғы тарихында алғаш рет 1920 жылдары осылай баға берілді. Қошке Кемеңгеров қазақ тарихынан деп аталатын тарихи очеркінде үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азаматта тобы болды. Бұл топты баулыған Әлихан деп жазды. Патшалық биліктің озбыр саясатын жастайынан көріп, түйсініп өскен Әлиханның отаршыл билікпен күресі кеңес үкіметі орнаған соңда тоқтамады. Себебі ол биліктің де мақсаты біреу ғана еді. Жерінің үсті де, асты да қазынаға толы қазақ жерін ешқандай кедергісіз билеу болатын. Достар, Әлихан Бөкейханның өз халқы үшін жасаған қызметін бір видеоға сыйғызу мүмкін емес. Келесі видеода Әлихан Бөкейханды тұтқыннан босату үшін Тұрар Рысқұлов пен Сұлтанбек Қожановтың қандай әрекет жасағанын айтатын боламын. Ал сіздерге қандай мағлұматтар қызық? Жазып отырыңыздар.